Баршаға ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бокс жаңалықтары видеоны бастамас тұрып арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. 10 нокауты бар боксшы Жәнібекпен айқасуға Қазақстанға келмей қойды. Жәнібек Әлімханұлы Астанадағы бокс кешінде ирландиялық Аурон Маккенимен айқасқысы келген екен деп хабарлайды. Маккени Жәнібекті орны бокс ардагері таңдапты. 25 жастағы ирландиялық үлкен жекпе-жекті ұзақ күтіп, жыл басынан бірден 2 ұсыныс алған екен. Қазақстанға барып орта салмақтағы ең мықты боксшы Әлімханұлы мен WBO және IBF титулдары үшін жұдырықтасу немесе 36 жастағы Лиам Смитпен айқас. Бұл жекпе-жек Крис Юбенк, Конор Бенк кездесуіне қарымтасында өтеді. Маккени қазіргі таңда бірінші орта салмақты чемпион болған Смитпен жұдырықтасқысы дұрыс деп шешті. Осылай Маккени орнына Астанаға франциялық Анюэль Негамесин келді. 5 сәуір Әлімханұлы қарсыласын 5 раундта құлатып титулдарын сәтті қорғады. Қазақстанға келмеуін себебі маған 2 ұсыныс қатар келді. Мен ойынша екеуі де дайындалдым. Жәнібекпен Қазақстанға жұдырықтасу алатын едім, бірақ командамен талқылаудың кейін Смитпен жекпе-жекті таңдадым. Меніңше бұл менің карьерам көбірек пайдалы. Бұл үлкен жекпе-жек кешінде дақпыртының өзі маған назар аударды. Ал егер мен жеңсем, бәрі өзгереді. Жәнібекпен де кейін кездесемін. Менің жеңісім бәрі 100% өзгертті. Одан кейін Әлімханұлымен қайда болсын, Америкада болсын да айқасуға болады, деп береді Маккенинің сөзін The Ring. Енді ирландиялық боксшы Смитпен 26 сәуір Лондонда Ұлыбритания жекпе-жек кешінде рингке шығады. Ал Әлімханұлы Жәнібектің өзі орта дивизиондағы белбеулерін бәрін біріктіру ниет. Бұл үшін ол алдымен доминикалық Карлос Адамес WBS белбеуі үшін және кубалық Эрсандо Лара мен WBI титулы үшін жұдырықтасқысы келеді. Бұған дейін Әлімханұлы мен 12 нокауты бар чемпион жекпе-жекке уақытын белгілеген болатын. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.